Ассалаумағалейкум, құрметті халқым. Қазір сіздерге мен Жамбыл облысы Талас ауданының Қарашаңырақ Ақкөл ауылынан шығып отырмын. Бүгін жолым Саудакент ауылынан, Сарысу ауданынан Тараз қаласына түсіп еді. Сіздерге мына жолдардың түрін көрсеткім келіп отыр. Мына Ақкөлдің подъемы Таразға шыға беріске. Ешқандай топырақ немесе тұз төселмеген подъемда. Енді облыс әкімі Нұржан Молдиярұлы сіздің назарыңызға осы мына облыстық басқарып отқан транспорт мекемелеріне тапсырма берсеңіз, жолдарға кәдімгі құм топырақ себу керек секілді, өйткені жүргізушілер өте қиналып жатыр. Оны өзім қазір міне жолаушы болып көріп келе жатырмын. Қандай қиындық шекіп келе жатқан жолаушылардың. Нұреке, өзіңіз құлағыңызға алтын сырға осы жеделдетіп, жылдамдатып көмектессек жүргізушілерге. Жақсы, рахмет. Мына жолдар жаңа Ақкөл мен Тараздың ортасында келе жатырмыз. Бүгін 2023 жылға қаңтар айының 29 жұлдызы. Қазір шамалы уақыттан кейін осы трассада Қаратау жаққа поворот болады, бұрылыс. Сол жер түсіреміз. Осы жерде Қаратау қаласына, аудан орталығына поворот бар, міне бұрылыс. Бұл жердің өзінде де құм топырақ себілмеген екен, тұзы бар, несі бар міне. Мына бұрылысты көріңіздер. Мына Қаратауға кететін жол. Ас ауылынан Тараз қаласына шықтық. Жолдың таптазалығына қарап көңілденіп отырмыз. Әрі үлкен ойға кетіп отырмыз. Біздің ауылдарға шіркін жаңа жолдарды көрдіңіз ғой, осындай жол неге жоқ деп. Ояқта да тірі жан тұрады, адамдар тұрады. Екі жолды міне қалай салыстырамыз? Әлде мынау облыс орталығына жақын болғаннан кейін осылай тазалай ма деп. Ал енді жаңа ауданға баратын жолдар, шалғай ауылдарға баратын жолдар неге осылай тазаланбайды екен? Ағайын, сіз қалай ойлайсыз?